Сәлем достар, мен сіздермен өзім жасаған орамамен бөлісемін. Оған фарш немесе туралған ет, асқабақ, пияз, құйрық май және дәмін кіргізу үшін тұз, бұрыш және укроп қоссаңыз болады. Құрамы дәл манты жасағандай, бірақ нанында өзгешеліктері болады. Нанын өте жұқа қылып жаюымыз керек. Дәміне қарай тұз, бұрыш, укроп, дәмдеуіштерді қосамыз. Біз жақта бұны болғанымен деп те атайды. Аздап осылай төрт бұрыштап турап, капустада қосып жіберуге болады. Барлығын мясорубкадан өткізгеннен де осылай қолмен тураған өте дәмді шығады. Аздап соңынан сұйық маймен араластырып жіберсеңіз де болады. Енді нанын илейміз. Нанын жылы суға бір шай қасықтай тұз қосып, өте қатты емес, өте жұмсақ қылып емес, орташа қылып илейміз. Және бетін жауып, тындырып қоямыз. Арасында демалтып, илеп, қайтадан бетін жауып қоямыз. Өте жұмсақ болса да жаюға ыңғайсыз болады. Сондықтан орташа болғаны жақсы нанның. Нанды осылай арасында демалдырып, одан қайтадан илеу керек, өйткені нанды жайған кезде теп-тегіс біркелкі болмай қалады. Бір рет демалдырып, осылай илеп, бетін жауып қойып қою керек. Одан кейін келесінде 5-10 минут тұрғаннан кейін уже жая беруге дайын болады. Міне нанымыз біраз демалды, енді нанымызды жұқалап жаямыз. Осылай алдымен қолмен жұқартып аламын, одан кейін оқтаумен жұқартамыз. Нанымызды жұқалап жайып болдық. Жақсы араласу үшін, біркелкі жайылу үшін кішкене сұйық май құйып жібердім. Тағы араластырып жіберемін да, нанына салып, жаймалап, бір тегіс қылып жайып шығамын. Салмасы көп болса, біздің орамамызда қалыңдау болады. Бізге жаңа жұқа болған ұнайды, сол үшін салмасын аздау салдым. Наны мен салмасы бірдей болып шықты. Салмасын бір тегіс қылып осылай жайып алып, одан кейін нанды 4 бөлікке осылай бөліп, қасқанға салып 35-40 минуттай пісіреміз. Егер қалыңдау болғанын қаласаңыз, нанды тек 2 бөлікке бөлсеңіз ғана болады. Мінекей орамамыз дайын. Енді осыны қайнап тұрған суымызға салып, пісіріп аламыз. Алда тағы қызықты, өте дәмді рецептермен бөлісетін болам. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Асымыз дәмді болсын, міне тамағымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді, тез жасалатын